Қайырлы құрметті депутаттар, Абай облысының мәслихаттың кезекті 37 сессиясының жұмысына 29 депутаттың 20-ы қатысып отыр. Онлайн қосылғандардың 5-еу, белгілі себептермен 3 депутат келген жоқ. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңның 10 және 11 баптары негізінде Абай облысы мәслихаты сессиясы жұмысын бастауға құқылы. Кезекті 37-ші сессияны ашуға дауыс берулеріңізді сұраймын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалып жоқ. Абай облысы мәслихатының сессиясы ашық деп жарияланды. Бүгінгі сессия жұмысына Абай облысының әкімі Берік Уәлиұлы, облыс әкімінің орынбасарлары, мемлекеттік мекемелердің басшылары, бұқаралық ақпараттық құралдардың өкілдері қатысып отыр. Құрметті депутаттар, сессия жұмысына редакциялық комиссия және есеп комиссияларын сайлау қажет. Редакциялық комиссиядан 3 депутаттан сайлау жұмыс бар. Дүйсіпов Алтай Ахметқалиұлы, Қожайғанов Нұрлан Алтынбекұлы, Байбөрінов Талғат Болатұлы. Ұсыныстарымен бар ма? Жоқ болса дауысқа саламын. Кім қолдайды? Қарсы, қалыс қалған жоқ. Шешім қабылданды. Есеп комиссиясына келесі депутаттар ұсынылады. Қайранбаев Бауыржан Сежапарұлы, Майжанов Валихан Төкенұлы, Садиков Рафаил Сайтмагульфович. Ұсыныстарыңыз бар ма? Жоқ болса дауысқа саламын. Кім қолдайды? Қарсы, қалыс қалған жоқ. Шешім қабылданды. Сессияның жұмысы регламентін ұсынуға рұқсат етілуде. Күн тәртібіндегі мәселелерді қарау жөнінде әр сұраққа 10 минутқа дейін, жарыс сөзде сөйлейтіндерге және мәжіліс соңғы анықтамалар үшін 3 минутқа дейін беріледі. Сессия жұмысының регламенті бойынша басқа да ұсыныстар бар ма? Жоқ болса дауысқа саламын. Кім қолдайды? Қарсы, қалыс қалған жоқ. Регламент бекітілді. Құрметті депутаттар, күн тәртібінде қарауға келесі мәселелер ұсынылады. Бірінші, облыс әкімінің өзінен жүктелген функциялар мен міндеттерін орындау туралы есебі. Екінші, 2025 жылға арналған облыстық бюджеттің орындалуы, салық бюджет саясатының негізгі іске асыру және Абай облысының даму бағдарламасын іске асыру туралы есеп. Баяндамашы облыс әкімі Берік Уәлиұлы. Қосымша баяндама 2025 жылға арналған облыстық бюджеттің орындалуы туралы есеп. Баяндамашы Абай облысы бойынша тексеру комиссияның төрағасы Таушев Нариман Бахитұлы. Үшінші, Шатым ауданындағы ет комбинатының өндірістік инфрақұрылымын құру және оған техникалық қызмет көрсету мемлекеттік жекешелік әріптестік жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау туралы. Баяндамашы энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысының міндетін атқарушы Данияр Қасенұлы Парабаев. Төртінші, амалдауы емдеу кезінде тегін медициналық көмек кепілдік берілген көлемін, оның ішінде дәрілік заттарды, арнайы емдік өнімдерді, медициналық бұйымдарды тегін беру туралы нақты шешімін өзгертеміз. Баяндамашы денсаулық сақтау басқармасының басшысы Талғат Кәркенұлы. Бесінші, 2024-2029 жылға арналған таза Қазақстан экологиялық мәдениетті дамыту тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспарын бекіту туралы шешімге өзгерістер енгізу. Алтыншы, Абай облысының қоршаған ортаны қорғау жөніндегі 2026-2028 жылға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы. Баяндамашы табиғи ресурстар басқармасының басшысы Марат Қапарұлы Теміржанов. Жетінші, 2029 жылға дейін тұрғын үйлерді қайта жаңартудың бағдарламасын бекіту туралы. Баяндамашы құрылыс басқармасының басшысы Серік Нәсіпқазұлы Ленісов. Сегізінші, Абай облысының Сәулет қала құрылыс кеңесінің дербес құрамын бекіту туралы. Баяндамашы Сәулет қала құрылыс және жер қатынастар басқармасының басшысы Ануар Талғатұлы Бейсенов. Тоғызыншы, Ақсуат ауданының әкімшілік аумақтық құрылысын өзгерістер енгізу туралы. Баяндамашы Абай облысы әкім аппаратының басшысы Ильдар Құсманов. Оныншы, Абай облысының округтық сайлау комиссиясы мүшелерін сайлау туралы шешімін өзгерістер енгізу. Құрметті депутаттар, шешім жобасы қолдарыңызда бар. Ұсынылған шешім жобасы қосатындарыңыз бар ма? Жоқ болса дауысқа саламын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалған жоқ. Шешім қабылданды. Күн тәртібі бекітілді.
Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі бірінші және екінші мәселе бойынша сөз Берік Ұлайұлына беріледі. Қайырлы күн, құрметті депутаттар, әріптестер. Біріншіден осы бүгінгі мемлекеттік қызметшілердің баршаны құттықтаймыз. Депутаттар да мемлекеттік қызмет етушілер бүгін осы саланы алудың азаматтар сол себепті бүгінгі өзіне баршаны құттықтаймыз. Сондай-ақ бүгінгі өздеріңіз көріп отырсыздар, жаңа мәжіліс залында құтты болсын. Бұндай облыс әкімдігінде болуы тиісті зал болатын, соны көптен бері болған жоқ. Облысымыз 4 жыл болса да ашылса да енді ғана қол жеткізіп отырмыз. Арнайы қаржы бөліп, заман талабына сай жасалып отыр. Бұл да бір үлкен көрсеткіш деп айтады. Ал енді мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмаларының осы үкімет қабылдаған бағдарламаларын облысымызда жүзеге асыру және өзіне жүктелген функциялар мен міндеттерін орындау жөнінде баяндау рұқсат етіңіздер. Осы айдың 9 күні Астанада Ақордада мемлекет басшысына осы баяндаманы жан-жақты айтқан болатын. Сіздерге сол таныстыруға рұқсат етіңіздер. 25 жылдың қорытындысына сәйкес облыста маңызды әлеуметтік көрсеткіштердің оң өсімі сақталып отыр. Жалпы өңірлік өнім көлемі 1,2 өсіммен 3,9 триллион теңгеге жетті. Оның құрылымды өнеркәсіп саласында, ауыл шаруашылығында слайдтардан көріп отырсыздар, оны қайталамайын. Жалпы өнеркәсіп кәсіпорындары 2,6 триллион теңгенің өнімі өндірілді. Жалпы ауыл шаруашылығы саласында да даму бар. Қысқасы өңірде 616,2 миллиард теңге инвестиция тартылды. Сондай-ақ құрылыс жұмыстары да 6,2 өсіммен 3 миллиард теңгеге 354,2 миллиард теңге орындалды. Біздің мақсатымыз осы биылғы жылда даму өсу қарқынын сақтай отырып, оны ары қарай арттыру. Сондай-ақ биылғы жылдың қаңтар-мамыр айларында да экономиканың негізгі секторларының оң өрісі сақталып отыр. Қысқа мерзімді экономикалық индикаторда осы 103,3% құрады. Былтырғы жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда бұл көрсеткіш 103,1% болған. Жалпы алдағы кезеңде экономиканың тұрақты өсімін қамтамасыз ету, халықтың әл-ауқатын арттыру және инвестициялық тартымдылықты күшейту басымдық болып қала береді. Ал енді инвестиция тарту мәселесіне келетін болса, ол президентіміздің тікелей бақылауында. Бұл бағытта инвестициялық тұлға енгізілген жобалар саны 29-дан 112-ге дейін ұлғайды. Бұнда мен президентке айттым, жобалардың инвестиция осы көлемі 2,2 триллион теңгеден 4 триллионға дейін артты. Қысқа мерзімде осы жобалардың 15-і жалпы құны 33,1 миллиард теңгеге былтырғы жылы жүзеге асырылып, биыл осы 525 жаңа жұмыс орны құрылды. Сондай-ақ биыл ұлттық тұлға тіретін 40 жобаны жүзеге асыру арқылы 3,260 жаңа жұмыс орны құру жоспарланып отыр. Оның жалпы құны 131,2 миллиард теңге. 6-шы слайд. Өңір экономикасы елеулі үлес қосатын бірқатар ірі стратегиялық инвестициялық жобалар жүзеге асырылып жатыр. Олардың негізгісі президенттің тапсырмасымен жүзеге асырылып жатқан ол Аягөз-Бақты теміржол желісінің құрылысы. Жалпы инвестиция көлемі 577,5 миллиард теңге. Елдегі China Harbour Engineering Company деген Қытайдың компаниясы былтыр 30 миллиард теңге инвестиция тартылса, жыл басында бұл 27 миллиард теңгеге салынды. Жалпы нысанды осы келесі жылдың желтоқсан айында пайдалануға беру жоспарланып отыр. Сондай-ақ ірі жобалардың бірі Семей қаласында жаңа жылу электр орталығын салу, өздеріңіз жақсы білесіздер. Сәуір айында энергияның басшысы, Самұрық-қазынаның басшысы келіп осы алғашқы жұмыстарын бастап кетті. Құрылыс жұмыстарын биылғы жылдың 4-ші осы қарқынды жүру осы 490 жоспарлап отыр. Жалпы өңірде универсал энергия жел электр станциясын салу жобасы белсенді түрде жүзеге асырылып жатыр. Жобаның құны 55 миллиард теңге, 27 жыл толық іске қосылды. Көздеп отырмыз, ол жерде де жаңа жұмыс орны құрылады. Бұл жоба өңір үшін өте маңызды, экологиялық, таза энергия көздерін дамытуға, облыстың жаңартылған энергия үлесін арттыруға мүмкіндік береді. Бұдан бөлек
өткен айда мамыр айында Ердоғанның Түркия президентінің осы телефондарын өшіп қойсаңызшы. Өшіре алмайтын соң. Мүлдем сөйлеп тұрмын. Сондай биыл біз KZ ЛТД компаниясының тау-кен байыту комбинатының құрылысы басталды. Былтыр облысқа 10 миллиард инвестиция тартылып, жобаның жалпы құны 255 миллиард теңге. Қазіргі таңда өз лицензиялар аясында геологиялық барлау жұмыстары жүруде. Жоба құны 28 жыл толық аяқталып та отыр. 1800 жаңа жұмыс орны құрылды. Бұл да үлкен жобамыз. Осы президенттің алдында өткен айда қол қойды. Инвестициялық жобалардың 45% тау-кен металлургия кешеніне тиесілі осы бағытта оңалту потенциалы үлкен жаңа жобалар мен инвесторлар тарту жұмыстары күшейіп жатыр. Жоспарланған жобалар осы шикізатты тек өндіруді ғана емес, оны одан әрі өңдеуді де көздейді. Жалпы облысқа инвестиция тарту әлеуметтік экономикалық дамуын жеделдету, жаңа өнеркәсіптік әлеуетін қалыптастыру үшін кешенді жұмыс жүріп жатыр. Осы облыс құрылғанға дейін Семей қаласындағы қолданыстағы индустриялық аймақта 4 жоба іске асырылған. Бүгінде атқарылған жұмыстардың нәтижесінде жалпы 35 миллиард теңге инвестиция көлемін құрайтын 1018 тұрақты жұмыс орнымен тағы 3 жобаны іске асыруды басталды. Олардың Сутто Қазақстан, Универсал СМ, KZ Golden деген сияқты компаниялар инвесторлардың жоғары қызығушылығының арқасында өндіріс индустриялық аймағының аумағын 96 гектардан 190 гектарға дейінгі кеңейтуді жоспарлап отырмыз. Сондай-ақ Мақаш ауданында агроөнеркәсіптік кешенді дамытуға бағытталған аумағы 100 гектарды құрайтын өңірлік индустриялық аймақ құру жұмыстары басталды. Сонымен қатар Harvest Agro деген компанияда 30 мың гектар суармалы және жайылым жерлерді кезең-кезеңмен игеру үшін осы соя мен жүгері өндірісін дамытып, осы Мақаншы ауданында жұмыстарын бастап кетті. Өндірілген өнімді арнайы экономикалық аймақта қайта өңдеуді жоспарлап отыр. Жалпы тартылған инвестиция көлемі 48,5 миллиард теңге, 150 жаңа жұмыс орнын құру көзделген. Бүгінгі осы жерде Динор компаниясы бар, жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 7 миллиард теңгеге майын дақылдарды қайта өңдеу және тазартылған күнбағыс майын өндіру жобасы іске асырылады. Сондай-ақ жеке индустриялық аймақ құруға қызығушылық білдірген шетелдік инвесторлар да бар. Ол енді мына Бақты жеке индустриялық аймағы Қытайдың Самұрық корпорациясымен бірлесіп жүзеге асырылады. Бірінші кезекте 100 гектар аумақты қамтитын осы өнеркәсіптік парк ретінде жоспарланып отыр. Келешекте бұл индустриялық аймақты кеңейту үшін 500 гектар қосымша резерв ретінде қарастырып отырмыз. Сондай-ақ жалпы Мақаншы ауданының жалпы логистикалық әлеуетін осы Аягөз Бақты жобасы аясында темір жол өтетін ескере отырып, Қытай Халық Республикасында сапар нәтижесінде осы Семей қаласында жеке Синий ЛТД компаниясы 27 гектар жерде сауда логистикалық кешенді салу жобасын бастады. Қытайдың арнайы құрылыс техникасымен жабдықтар қазіргі таңда жеткізіліп жатыр. Оның жалпы инвестициялық көлемі 15 миллиард теңгені құрайды. Сонымен қатар келесі слайдта үкіметтен Семей қаласына арнайы экономикалық аймақты құру мәселесі қолдау тапты. Өткенде үкіметтің отырысында баяндадым, өздеріңіз білесіздер. Жоспарланған аймақта 600 гектар жер телімі қарастырылып, кейіннен 1000 гектарға дейін ұлғайту көзделіп отыр. Арнайы экономикалық аймақ аумағында өндіріс орындарын орналастыру үшін инвесторлармен қазіргі таңда келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Олардың ішінде Қазкен Минералс 150 миллиард теңгеге титан өндіру зауытының құрылысы жобасы аясында 1000 жарым жұмыс орнын құру көзделіп отыр. Верум Груп Холдинг ЛТД деген компанияда тобына кіретін Верум Сmelting жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің осы полиметаллургиялық зауытының құрылысы жалпы құны 200 миллиард теңге, 600 жаңа жұмыс орны ашылады. Сондай-ақ Harvest Agro компаниясы да 30 мың гектар және жоғарыда айтылған кезең-кезеңмен игеруді жоспарлап отыр. Ал енді туризм тарапына тоқталатын болсақ, осы бағытта да 25 жылы облыс бойынша 8-9 миллиард теңге 4 жоба іске асырылды. Олар өздеріңіз білесіздер, Парна қонақ үйі 5 жұлдызды, сондай-ақ ол енді 29 жылға дейін облыс жалпы құны 94,8 миллиард теңгеге 50 жобаны іске асыруды жоспарлап отырмыз. Сондай-ақ Абай Hospitality Group
жаңа панел комплекс семей бірлігі осы Жидебай аумағында да этнокешенде визит орталығының тағы кәсіпорын салуды жоспарлы olduğumuzda жүріп Шипалы көлдің айналасында да осындай Дора туристік кешенінде де осындай жоспарларымыз бар. Келкінді осындай қонақ үйді салып, жұмыстар қазіргі таңда басталып кетті. Семей молды да өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда жұмысы қарқынды жүріп жатыр. Жалпы енді Алакөлге келетін болсақ, 26-28 жылдарға арналған Алакөл жағалауында туризмді дамыту бойынша жол картасы бекітіліп, орындалу бойынша жұмыстар атқарылып жатыр. Осы аптаның соңында сен жексенбі бар, өзім танысып айттым, жағалау инфрақұрылымын дамытуға былтыр 1 миллиард теңге бөлсек, биылғы жылы 4 миллиард теңге қаржы бөлініп отыр. Бұл әрине негізінен үкіметтен туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Қабанбай ауылында құтқару станциясы ашылды, өздеріңіз білесіздер. Әуежай, Ұржардың әуежайының терминалын қайта жаңғыртып салу үшін мемлекеттік қордан үкіметке басшы келгенде айтып жүр. Соны келісіп 6 миллиард теңге қарастырылды, мердігер анықталып, қазіргі таңда құрылыс жұмыстары басталып кетті. Ұржардың аэропорты жаңа аэропорт болды. Жұмыс жасайтын болады. Сондай электр қуатының жетіспеушілігі қашанда ол Алакөлдің бас ауруы, өздеріңіз білесіздер. Сол желдердің тозуын азайту үшін магистралды электр желісінің трансформаторлық қосалқы станция құрылысы салуға арналып мемлекеттік қордан қазіргі таңда 5,4 миллиард теңге бөлінді. Жалпы жобаның құны 7,9 миллиард теңге. Бұл мәселені осы биылғы жылдың соңына дейін салып бітірсек, қазіргі таңда құрылыс жұмыстары басталды. Осы сенбі барып көріп қайттым. Бұл Алакөл Көкталдан 70 шақырым электр желісін тартатын боламыз. Бұл түбегейлі электр желісін Алакөлде шешетін үлкен жоба. Сондай-ақ былтыр 110 бейнекамера орнатылса, биыл 137 заманауи бейне бақылау орнатылды. Жалпы көлдің басында қазіргі таңда 224 камера жұмыс жасап тұр. Бұл өзім барып көріп қайттым. Ол тек қана ручной қолмен басқарылмай, жасанды интеллекттің көмегімен өзі умный камералар өздері жұмыс жасап бақылау ұстап отыр. Тіпті өткенде біреудің баласы жоғалған, оны сразу бірден тауып берген, 4 адамның телефоны жоғалған, кім ұрлады, кім қалтасын алды, соның барлығына дейін қазіргі таңда толық бақылауда. Оны өзі маған көрсетті. Тіпті ана 18 километрдегі островта жүрген адамды көруге болады. Соның камераның мощности сондай. Прямо бағыттап, қандай катер барды, неше адам барды, сол былайша айтқан кезде соның көмегімен біз бүкіл Алакөлдің қауіпсіздік, туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз етіп отырмыз. Ол бір жағынан туристердің қауіпсіздігі, алаңсыз демалу мүмкіндік береді, ұрлық, қарлық, сондай тәртіп бұзушылықтың алдын алады. Бұндай жүйе Алакөлдің Жетісу жағында да, Балқашта да, Каспийде де жоқ, бірақ олар бізге қазіргі таңда қызығушылық білдіріп, біздің тәжірибені бөлісіп сұрап отыр. Біз әрине ондай жетістігімізбен бөлісуге дайынбыз. Туристік аймақта қатты тұрмыстық қалдықтар полигонын салуға да жобалық сметалық құжаттама дайындалып жатыр. Сондай-ақ су, кәріз, желілер, блок модульді тазарту құрылысын салуға да жобалық сметалық құжаттаманы әзірлеу жүргізілді. Сондай-ақ Қабанбай ауылының айналма жолын салуға да проект жасалып жатыр. Сондай-ақ судың кезінде бұйықтар, яғни қалқымалар орын болмаған, биыл да соны жалпы көлдің жағалауы соңғылатын 4 шақырым болса, біз соған 3,5 шақырымда сонда бұйықтар қалқымаларды биыл орнаттық. Бұл да осы туристердің алаңсыз суға түсуіне мүмкіндік туғызады. Одан бөлек әжетханалар, 250-ден астам қоқыс шығаратын контейнерлер, киім ауыстыратын орындар, сондай-ақ құтқарушы мұнаралар деген сияқтылардың барлығы орнатылды. Барып өздеріңіз көрсеңіздер болады. 14-ші слайд ауыл шаруашылығы. Мал шаруашылығы да өңірде жаңа технологиялардың селекциялық жұмыстарымен асыл тұқымды мал басын арттыруға қарқынды дамып келе жатыр. Ірі қара мал басы да осы 62%-ға өсіп отыр. Ұсақ мал 3,6%, жылқы 4% өсті. Жалпы облыстағы 2,5 мың шаруа қожалықтарында қазіргі таңда 126 мың бас асыл тұқымды ірі қара мал тіркелген, немесе оның жалпы көлемі 16,3%-ға тең. Бұл көрсеткіш бойынша республика бойынша бірінші орында екенін айта кеткіміз келеді. Сондай-ақ ұсақ малда асыл тұқымды қой өсті,
бойынша республика бойынша 2-ші орындамыз. Жалпы облыста дәстүрлі қой шаруашылық саласын дамыту, қолайлы табиғи климаттық жағдайда қалыптасқан бүгінгі кеңес өкіметінен бері белгілі. Бұл саланың әлеуетін арттыруға қазіргі таңда зор мүмкіндіктер бар. Өткенде Думан Оспелі бастаған облыс әкімінің орынбасары 16 адам болып, делегация болып, арнайы Австралияда да сапармен барып қайтқанын айта кетуіміз керек. Жалпы кеңес дәуірінде өңірімізде ұсақ мал басы 308 миллион болған екен. Бүгінде бұл көрсеткіш 3 есе төмен. Енді сондықтан қой шаруашылығын дамыту үшін осы арнайы әлеуетін толық пайдалану үшін маңызды міндеттердің бірі болып отыр. Осы бағытта жұмыс жалғастырамыз. Жалпы қой шаруашылығын дамытудың 2026-30 жылдарға арналған салалық бағдарламасы әзірленіп жатыр. Сондай-ақ қаржыландыру дайындығы іске қосатын екілік бағдарламасы арқылы жүзеге асырылып жатыр. Бағдарлама аясында 300 мың бас асыл тұқымды ұсақ мал сатып алу көзделіп отыр. Аталған бағдарламаға республикалық бюджеттен 50 миллиард теңге көлемде қаражат бөлінуде қазіргі таңда жұмыс жүргізіп жатырмыз. Бағдарлама іске асырылған жағдайда алдағы 5 жылда қойдың саны облысымызда 2-3 миллион басқа жеткізіледі деген жоспар бар. Жалпы аталған бағытта қаладан ауылға өңіраралық жобаны қазіргі таңда іске асқанын білесіздер. 500 отбасының қосымша қоныстауды жоспарлап отырмыз. Бүгінгі таңда осы бағдарлама аясында 20 февральда басталған ақпанда 187 отбасы көшіп келді, яғни 605 адам. Әзірге 35% межені жүзеге асырып отырмыз. Жыл аяғына дейін 500-ден астам отбасын әкелуге толық мүмкіндігіміз бар. Ең бастысы халықтың арасында қызығушылық. Тек қана өзіміздің облыстан емес, көршілес Жетісу, Павлодар, Шымкенттен адамдар келіп жатқандар өте көп. 15-ші слайд. Қайта өндіру саласын дамыту мақсатында 28 жылға дейін ірі 4 инвестициялық жобаны іске асыру көзделіп жатыр. Ол өздеріңіз жақсы білетін біздің осы ет комбинаты Евразия агросемей премьер-министрдің орынбасары Серік Бақашұлы көрсетті. Бұл жоба іске асыру осы қыркүйек айының басында іске қосып жоспарлап отырмыз. Сондай-ақ осы Евразия өзінің тағы мал бақылайтын алаңын осы приречінде жұмыстарын бастап жатыр. Жоспарланған шаралар іске асқан жағдайда 28 жылға қарай осы мал бақылау алаңдарының саны 17-ден 28-ге дейін, ал мал басы 23,5 мыңнан 59 мың басқа дейін ұлғаяды күтіліп отыр. Ауыл шаруашылығындағы осы дақылдардың негізгі алқабы 782-де 1 мың гектарды құрап, 24 жылмен салыстырғанда 22 мың гектарға ұлғайды. Бұл бойынша мемлекет басшысына өткенде кіргенде айттым, осы егіс алқаптарын әртараптандыру жөніндегі тапсырмасын іске асыру бойынша бидайдың негіз алаңы 12 мың гектарға қысқартылып, майлы дақылдардың негіз алаңы 43 гектарға ұлғайтылды. Жалпы бүгінде облыста суармалы жердің 17-ші ауданында 113-те 4 гектарға құрайды, оның 32-де 9 мың гектары пайдаланылды. Суармалы жерлерді сумен қамтамасыз ету үшін облыста 2 су қоймасы жұмыс істеп тұр. Үржардың негізгі су Сожардағы және Жармадағы шарсу қоймасы. Су үнемдейтін технологияларды кеңінен енгізу аясында осы технологияны қамтылған алаң осы 23,5 гектарға жетіп, бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 9,6 мың гектарға ұлғайды. Жалпы қазіргі таңда ертіс өзенінің гидропотенциалында пайдалану арқылы облыстың суармалы жер көлемін қосымша 70 мың гектарға ұлғайтып, жиынына 237-де 4 мың гектарды құрайды. Нәтижесінде су үнемдейтін технологияларды қолдану алаңы 13-те 9 мың гектардан 88-де 2 мың гектарға дейін ұлғайтылды. 18 слайд. Harvest Agro Holding шетел компаниясынан 48,5 миллиард теңге инвестиция тарту арқылы және жоғарыда айтып өттім, Мақаншы ауданында осы 30 мың гектарға егістерде жұмысты жүргізіп жатыр. Енді сумен қамтамасыз ету облыс тұрғалы 19 слайд
құрылғалы кенжелеп қалған инфрақұрылым жағдайын жақсартып ерекше көңіл бөлінуде. Жалпы халықты сапалы ауызсумен қамтамасыз ету үшін жалпы құны 24,9 миллиард теңгеге 32 жоба іске асырылды. Нәтижесінде бұрын су болмаған елді мекенде сумен қамтылды. Дегенмен өңірдегі қолданыстағы су қоры желілердің тозу деңгейі әлі де жоғары. Облыс бойынша тозу көрсеткіші 42% болса, Семей қаласында бұл көрсеткіш 64,5% құрайды. Аталған мәселені шешу мақсатында бүгінгі күні жалпы құны 32,2 миллиард теңгені құрайтын 34 жоба жүзеге асырылып жатыр. Жобалар іске асыру нәтижесінде су желілеріндегі тозу деңгейі 42%-дан 36%-ға дейін төмендеп, 10 мың адам сумен қамтамасыз ету жағдайы жасалған әкелді. Сонымен қатар су жинау құрылғыларында тозығы жетіп отыр. Бұл жерде Семей, Курчатов қалаларында да мәселе өзекті. Өздерінің жақсы білесіздер, облыста 4 су беру көздері болса, облыс орталығында олар қалған осы 70%-ын қамтитын сынышты су қабылдағышы 63 жыл салынды. Тозу деңгейі қазіргі таңда 85%. Қазіргі уақытта 22 ұңғыманың 14-і ғана жұмыс істеп тұр. Жобалық қуаттылық тәулігіне 71 мың болса, 50% ғана беріледі. Нысанда қайта құрылғы қазіргі таңда жобалық сметалық құжаттамасы әзірленіп отыр. Қайта жаңғырту нәтижесінде қуаттылық 36 мың куб тәулігіне артып, осы 220 мыңнан астам адам осы халықты үздіксіз сумен қамтамасыз ететін болады. Жалпы Курчатов қаласында су жинау құрылысы 68 жыл салынған, тозуы 95%, қайта жаңғырту талабы 20 слайд. Ал енді кәріз тазарту құрылғыларының қазіргі жағдайы өзекті. Облыс бойынша кәріз тазалау құрылғылары тек Семей мен Курчатов қалаларында ғана бар. Кеңес дәуірінде 50 жыл бұрын салынған күрделі жөндеу жұмыстар мүлдем қазіргі уақытта жүргізілмеген. Ғимараттың тозу деңгейі ғимараттардың 80-85%. Нысандар қайта құруға проекті әзірленіп жатыр. Жалпы халық саны 40 мыңнан астам. Аягөз қаласында да кәріз тазарту жұмыстар мүлдем жоқ. Енді осы ағын сулар сүзу алаңдарына жіберіледі. Осы мәселені шешу мақсатында қалада кәріз тазарту құрылысын салуға жобалық сметалық құжаттама әзірленіп, сараптама алынды. Жоба құны 5 миллиард теңге. Қаржыландыру мәселесі салалық министрлікпен қазіргі таңда пысықталып жатыр. Облыстағы су бұру желілерінің жалпы ұзындығы 519 шақырым, орташа тозуы 71, оның ішінде Семей қаласы бойынша 73%. Кәріз желілерінің жоғары тозу жүйесінің тұрақтылығына әсер етеді, сондықтан оның үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін кәріз коллекторларын жаңғырту қажеттілігі туындап отыр. Өткенде үкімет басшысы Олжас Абайұлы келгенде бұл мәселені айтып түсіндіріп, осы Семей қаласының Сейіт Каминат ауданындағы кәріз коллекторы осы 1940 жылы салынған екен, қазіргі таңда почти 100% тозып тұр. Оны премьерге айтып түсіндіріп, қаржы бөлу мәселесін қолдау тапты. Осы былтырғы жылдың 17 қарашасында болған апат салдарынан Ертіс өзені осы лас судың аварияның кесірінен аққанын өздеріңіз білесіздер. Бұл жобаны бастауға 222,4 мың теңге бөлінді. 900 сәуірде жаңа жоба айтып өткенде үкімет басшысы келген кезде осыны айтып түсіндіріп, тиісті қаржы бөлінетін болды, министрлікпен қаржы пысықталып жатыр. 21 слайд. Жылумен қамтамасыз ету облысымызда өзекті, өздеріңіз жақсы білесіздер, онда кезең-кезеңмен шешу жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жылыту маусымына дайындық барысында арнайы талдау жасалып, облыс аумағында жылу желілерін анықталған ақауларды жою жұмыстары жүргізілді. Мемлекет басшысының қолдауымен бұл мақсатта үкіметтік резервтен және бюджеттен 12,6 миллиард теңге бөлінді. Аталған қаражатқа 23 жылу көздері жөнделіп, 22 шақырым жылу желілері ауыстырылды. Нәтижесінде желілердің тозу деңгейі 59,3%-дан 55,6%-ға дейін Семей қаласы бойынша 61-ден 58-ге дейін төмендеді. Жалпы Аягөзде бұл бағытта жұмыстар үкіметтің қолдауымен жақсы жүргізілді. Толық жылумен қамтамасыз етіп қоймай, оларда жалпы пайда болған осы профициттер қаланың даму мүмкіндігіне берілді, жұмыстар жасалды. Келесі үкіметтің қолдауымен биылғы жылы Семей қаласының жылу желілерін жөндеуге үкімет резервінен 2,5 миллиард теңге бөлініп отыр.
биылғы жылы 5 жобаны толық аяқталған жағдайда толық деңгейі 55-тен 6%-ға дейін жететін болды. Жалпы қаладағы күрделі мәселелердің бірі бұл жылу қуаттылығының жетіспеушілігі. Бүгінде Семей қаласында жылу өндіру қуаты 897,2 калория сағатта 10 жағалауды, жылу жетіспеушілігі 147-де 32 калория сағатта. Бұл енді үлкен бұл бағытта жұмыстар жасалып жатыр. Жаңа құрылысқа 25 жылдарда техникалық рұқсат берілмей отыр. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Сондай-ақ келесі слайд электр желілерінің тозу мәселесі де осы мемлекет басшысының бастамасымен тарихи инвестицияға айырбастау бағдарламасы шеңберінде жұмыстар жүйелі жүргізіліп жатыр. Жалпы облыс орталығында біріккен энергия сервистік компаниясы акционерлік қоғамы 18 қосалқы станцияның 10-ы шамадан тыс жүктелген жоғары кемінде электр желілерінің өткізу қабілеті жеткіліксіз. Электр энергиясы тұтыну бағытында былтыр облыс бойынша 3.354.000 мегаваттық электр сағат энергиясын пайдаланған, оның 74,7-сі ішкі өндіріс болып саналады. Жалпы электр энергиясын тапшылығын жою мақсатында қосымша осы мегаватт осы қуатты пайда болу үшін 4 жобаны іске асыру жоспарланып отыр. Нәтижесінде облыс бойынша қажетті 309 мегаватт болатын болды. Жалпы бүгінде Курчатов қаласында да электр энергиясын өндіретін меншікті көздер болмауына байланысты сыртқы жеткізушілерге тәуелді болып отырмыз. Осы мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Курчатов қаласында орнатылған қуаты 700 мегаватт болатын конденсациялық электр станциясын салу жоспарланып отыр. Бұйырса келесі айда оның алғашқы капсуласын салып құрылыс жұмыстары басталатын болады. Бұл енді экономиканың дамуына серпін беретіні сөзсіз. Енді жол 25 слайд. Бұл инфрақұрылымның осы дамыту аясында өткен жылы облыста 584 шақырым жол реконструкцияланып, 583 километр жол жөнделді. Оның ішінде 2 магистралды автожол реконструкциядан өтті. Олар Қалбатау Майқапшағай, Талдықорған, Қалбатау Өскемен және 258 республикалық жол жөнделді. 325 шақырым жергілікті жолдар жөнделді. Нормативтік үлес 88-ден 89-ға дейін. Биыл енді 432-де 9 шақырым жолды қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Атап айтқанда осы жағдай бұл енді Қалбатау, Майқапшағай, Талдықорған, Қалбатау, Өскемен магистралдық жолдарының жөнделуі 10 жыл бойы созылған болатын. Мемлекет басшысының тапсырмасының кейін осы былтыр бітті. Бұрын халық осы жолдың осы 8 сағат жүрсе, қазір 3-4 сағатқа жетіп алатын мүмкіндік туып отыр. Сондай-ақ Ақсуат ауданында Шиеліске өзені арқылы өтетін көпір іске қосылды. 2 жергілікті көпірдің қайта жөндеу жұмыстары аяқтау жоспарланып отыр. Ол көктемдегі Жүзағаш өзені арқылы өтетін көпір, сондай-ақ Жармадағы Ащысу өзені арқылы өтетін көпір. Бюджеттің мүмкіншілігіне қарай кезең-кезеңмен жолдарды шамамызға қарап ретке келтіретін боламыз. Әрине халықтың келіскенде біздің елдің арасында, халықтың арасында жол мәселесін бірінші көтерді. 26 слайд. Облыс орталығында транзит автокөліктердің өтімін азайту мақсатында өткен жыл Семей қаласына айналып өтетін автожол құрылысын жүзеге асыруға Қытай компаниясымен осы келісімге қол қойылды. Меморандумға техникалық экономикалық негізден әзірленді. Биылғы жылдың 390-да сараптама қорытындысы алынады деп отырмыз. Бұл да егерде бұл айналымы жыл жүзеге асса, қалаға кіретін жүк көліктерінің ағымы тоқтайтын болады. Жобаның жалпы құны 312 миллиард теңге. Сондай мемлекет басшысының тікелей тапсырмасын орындау мақсатында Семейдегі осы 4 жолақты жаңа көпір құрылысы да іске асырылып жатыр. Оны өткенде үкімет басшысы келген кезде 4 жыл бұрын президент тапсырған құрылыс жұмыстары тоқтап тұрды. Бұны біз ақшасын шешіп 17,5 миллиард теңге мақұлданды. Егер біз былтыр Қытайдың берген грантын шешпекші болды, қытайлықтар оны қысқаша түсіндіре кетейін. Қытай компаниялары Қытай өзінің берген грантын бірлескен компаниялар арқылы жүзеге асырмайды екен. Жеке өздері жүзеге асыру керек. Сол үшін біз ол ақша ешқайда кеткен жоқ. 200 миллион
Қытайдың юані ол біздің облысымызға түсіп, бірақ бізден олар жоба күтіп отыр, жобаларымызды біз беріп қойдық. Сол жобаларымызды қаржыландырылатын бұл ақша. Ал бұл көпірдің қаржысын үкіметтен бөліп отырмыз. Темір жол тасымалына қатысып келетін болсақ, Қазақстан темір жол ұлттық компаниясы басқармасымен былтырғы жылы облыста басталған жұмыстардың 2 вокзалы Белағаш пен ауылдың өткен аптада аштық, пайдалануға берілді. Қалған 8 вокзалдың құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Олар Семей, Аягөз, Шар, Ақтоғай, Жалаңашкөл, Дегелең, Үшбүйік, Жарма. Оның тамызға дейін алтауын пайдалануға берсек, қалған Семей мен Аягөзге оның тәуелсіздік өзгерістер енгізілді. Үлкендігіне қарап, оның күзге дейін бітіруді жоспарлап отырмыз. Вокзалдар жөндеу кезеңінде қолайсыз ауа райы жағдайларда жолаушыларға қызмет көрсету орындарын ұйымдастыру. Жалпы Семей вокзалы жалпы әуелбасты жоспарлаған кезде конкурс дейді, 2-3 жолға шығатын жеке ғимарат салынбаған. Соны Қазақстан темір жолының басшысы осында келген кезде өткен айда сонымен келісіп, қосымша ар жағынан тағы да 2-3 жолға шығатын қосымша келісімге енгізді. Сондай қасындағы тұрған жол жүргіншілер жүретін жолды толық жаңа ауыстыратын болды. Соған сай оның құрылыс жұмыстары созылып отыр. Келесі Семей қаласында автобус паркін жаңғырту мақсатында өткен жылы отандық тауар өндірушілерден осы жолаушылар тасымалдаушылар 76 автобус алса, биыл қосымша 59 автобус сатып алуды көздеп отырмыз. 28 жылы келесі. Білім саласында тоқталатын болса, облыста 314 мектепте 100.000 астам оқушы білім алады. Жалпы биыл облыс оқушылары үшін өте нәтижелі болды. Олар айтқанымыз халықаралық және республикалық деңгейдегі білім, ғылым және спорт салаларындағы түрлі жарыстарда 367 медальді жеңіп отыр. Бұл дарынды жастардың жүйелі еңбегінің, ұстаздарымыздың кәсіби шеберлігінің арқасы деп мақтанамыз. 25-26 жылғы оқу жылының бірінші жартыжылдығында білім беру сапасы орта есеппен 66,4%-ға жетті. Білім беру сапасының артуы педагогтардың сапалы құрамымен тығыз байланысты. Облыста 305 мемлекеттік мектепте 12.177 педагог қызмет етеді. Олардың сапалы құрамы 45%. Жалпы білім саласының осы арттырумен қатар инфрақұрылымды дамыту өзекті мәселелердің бірі. Осы мақсатта былтыр 12 мектеп 2,8 миллиардқа теңгеге жөндеуден өтті. 19 толық жабдықталып реновацияланды. Ағымдағы жылы жөндеуден осы 3,4 миллиард теңгеге 199 мектеп өтті. Жалпы білім беру сапасын жақсарту, апатты жағдайда мектептер мәселесін шешу тапсырмасы орындалды. Бүгінде облыс бойынша оқушылар тапшылығы 74 мың орын, 2 апатты мектеп бар. Ол Ақсуаттағы Екпін ауылындағы, сондай Жарма ауданындағы Суықбұлақ мектебі. Қазіргі Суықбұлақтағы мектептің құрылысы жүріп жатыр. Екпіндегі мектептің құрылыс жұмыстарының жобалық сметалық құжаттары аяқталып, енді басталатын болды. Ал жайлы мектеп туралы өздеріңіз жақсы білесіздер. Облысымызда 5 жайлы мектеп пайдалануға берілді. Қарағайдағы 1200 орындық, Бесқарағай ауданында 300 орындық, Обни кентіндегі 600 орындық, Аягөз қаласындағы 600 орындық, Восточный шығыс кентінде 300 орындық. Жалпы облыс орталығында 500 орындық оқушылар сарай салынды. Тікелей президенттің қолдауымен бұл 30 жылдан кейінгі осы бірінші қосымша білім ғимараты болып. Мектебінде салуды қазіргі таңда жоспарлап отырмыз. Сондай денсаулық сақтау саласына келетін болсақ, кадр тапшылығы жыл сайын қысқарып келеді. Осы уақытта 2023 жылдан бері оқу гранттары есебінен 101 резидент даярланып жатыр. Олардың 9-ы 25 жылдан бастап қазіргі таңда жұмыс істеуге кірісті. Ауылдық жерлерге жұмысқа жіберілген 58 жас дәрігерге әлеуметтік қолдау шаралары көрсетілді. Халықты сапалы әрі заманауи медициналық көмек көрсету мақсатында өткен жылы 197 медицина қызметкері біліктіліктерін арттырды. Оның ішінде 164 дәрігер мен
33 орталық маманы бар. Соның ішінде 19 маман шетелде, 678 республика аумағында оқытылды. Жалпы енді медицина саласында өткенде өткен аптадан мереке қарсаңында құттықтау барысында толық оларға жасалып жатқан жұмыстар барлығын айттым. 100 жедел жәрдем көлігін беріп жатырмыз. Ондай осы соңғы ширек ғасырда ондай жаңа көліктер біздің облыста алынып, оның бәрі лизингпен біз алып, қазіргі таңда үлкен қолдау көрсетіп отырмыз. Аудандарда, Мақаншыда үлкен больницаны бітпей тұрған бітірдік. Қосымша ғимарат Аягөзде де салынып, оны да пайдалануға беріп жатырмыз. Жалпы өңірдегі денсаулық сақтау инфрақұрылымын жақсарту бойынша жұмыстар жүйелі түрде жүргізіліп отыр. Ауылдық денсаулық сақтау жаңғырту ұлттық жобасы шеңберінде облысымызда 65 алғашқы медициналық санитарлық көмек нысандары салынып, қазіргі таңда халыққа пайдалануға берілді. Атап айтатын болсақ, Аягөзде 7, Абай ауданында 3, Ақсуат ауданында 9, Бесқарағайда 10, Бородулихада 3, Жарма ауданында 10, Көкпекті ауданында 6, Үржар ауданында 9, Мақаншы ауданында осында 7 нысан пайдалануға берілді. Жалпы облыстық деңгейдегі ауруханаларда жаңғыртудың оны салу жоспарын жүзеге асырылады. Мемлекет басшысының тікелей тапсырмасына сәйкес Семей қаласында 300 орындық осындай көпсалалы аурухана салуды жоспарлап отырмыз. Қазіргі таңда проектісі дайындалып жатыр. Сондай-ақ 200 орындық облыстық балаларға арналған ауруханада проектісі қазіргі таңда дайындалып жатыр. Сондай-ақ Қамалдағында осы проектісі дайындалып жатыр. Ядролық медицина және онкология орталығында да осындай регионға қатысты арнайы жұмыстар корпусын салу бойынша жоспар жүргізіп отырмыз. Енді сіздерге негізгі баяндама аяқталды. Енді мен сіздерге мемлекет басшысының тікелей қолдауымен Абайға құрмет акциясының аясындағы жасалып жатқан жұмыстар туралы айта кеткен жөн көріп отырмын. Өйткені біз өзіміз айтамыз, кейбір адамдар білмейді. Негізгі осы депутаттардың білгені орынды деп санаймыз. Бірінші, мемлекет басшысының бастамасын тікелей жүзеге асырып жатқан тапсырмаларды айта кетейін. Оның бірі былтырғы жылы президентке алғашқы кірген кезде март айында көтерген осы театрдың мәселесі. Қазіргі таңда поэзиясы аяқталып сараптамаға кірді. Бұйырса бұл құрылыс жұмыстары басталатын болады. Жылда осы үлкен 500 орындық үлкен ғимарат Заря жағалауында, ар жағында салынатын болады. Локациясына бәрі көрініп тұр. Иә, бұл енді әдемі. Енді қазіргі таңда бізде президентіміз айтты, сырлысып 3 бірдей ұжым, жастар театры, орыс театры, қазақ театры бір ғимаратта отыр. Оның өз 81 жыл салынған, 45 жыл бұрын салынған ғимарат. Біздің облысымызда жалпы орталығында сол соңғы салынған ғимарат осы театр екен. Содан бері 45 жыл бойы біздің облысымызда мәдени ғимарат өкінішке қарай Семейде салынған. Келесі. Бұл енді үкіметтің жаңа айтып өткен 300 орындық көпсалалы аурухана, енді облыс болсақ та бізде облыстық аурухана жоқ. Өкінішке қарай. Оны да президентке айтып қолдап, бұны да қазіргі таңда проект жасалып жатыр. Бұл да осы салынады. Мынаны аэропорт жақтан келіскен кезде былтыр есік капсуласын салды дейін көрсетіп қойды, көріп тұрсыздар. Аэропорттан келіскен кезде сол жағында. Бұл да осы үлкен аурухана болады. Бұйырса бұнда жобалық сметалық құжаттары өтіп, қазіргі таңда сараптамаға кірді. Келесі. Бұл енді жаңағы 200 орындық балалар ауруханасы. Бұл да аэропорт жақтан келіскен кезде оң жағында Елмайдың шағын бар, сол жерде жоспарлап отырмыз. Бұл да осы ұшақтар ықшамауданында қазіргі таңда осы проект жұмыстары аяқталып жатыр. Бұл да үкіметтің қолдауы болды. Келесі. Енді облыстарға жеке тоқталып өтейік. Бұл енді жеке әр облыстың басшысымен, қаланың басшысымен жеке кездесудің үлкен қаржылы жұмыстың нәтижесі деп айтсақ болады. Әйтпесе ешкім өзінің қазіргі қиын жағдайында өзінің бюджеттен осындай ғимарат салып беруге құлшынып отырған ешкім жоқ. Президент те айтып,
президенттің тапсырмасы деп осындай өткенде президентке баяндады, президент қолдады, дұрыс салу керек, семейде осы жаңа ширек ғасырдан бері ештеңе салынған жоқ деп қолдау тапты. Сол себепті осы бағытта жұмыс жалғастырамыз. Мынау Астана қаласы 1000 орындық мектеп салып береміз деп отыр. Қазіргі таңда поезд жұмыстары, жобалық сметалық құжаттар жұмыстары жүріп жатыр. Бұл жаңа ықшамауданда салуды көздеп отырмыз. Келесі Алматы қаласы медиа орталық, бұйырса ертең барып құрылыс жұмыстарын бастаймыз. Университет күнінің қарсаңында жаңа үлкен медиа орталық болады. Бұндай медиа орталықты Алматы қаласы кезінде Түркістан облысында, Түркістан қаласында салған. Біз сондай ғимаратты осындай салуды әкімшілік іскерлік орталығынан жоспарлап отырмыз. Ертең құрылыс жұмыстарын ресми бастайтын боламыз. Келесі Шымкент қаласы шығармашылық сарайын салу деп отыр. Бұл да әкімшілік іскерлік орталығында ертеңде бұның да жұмыстарын бар көріп жұмысын старт береміз. Сондай-ақ Шымкент қаласына айта кетуіміз керек, олар бізге 2 ғимарат салып беріп отыр. Екіншісі не дейді ғой, мәдениет үйі, не дейді? Восточный ма? Водныйда. Ол жақта Водныйда ешқандай мәдени үй жоқ. Екінші ғимарат сол жаққа салып жоспарлап отырмыз. Келесі. Сондай-ақ Атырау облысы Абай әдебиет кітапханасы салып жоспарлап отыр. Бұл да әкімшілік іскерлік орталығында мынандай ғимараттың өздерінде де жоқ. Бұл Астанаға салуды ерте жоспарлаған, бірақ соның жобасы қалған. Көбісі кітаптың несімен, әдемі бір ғимарат болып берсе, бұл қазіргі таңда осы жобалық сметалық құжаттарын әзірленіп, қаржы бөлу стадиясында тұр. Бұл да қаламыздың көркін кіргізетін мәселесі. Бұл Ақтөбе облысы өткен айда 2 ай бұрын Ақтөбе облысының әкімі әріптесіміз келді. Асхат Шақаровымызда Пешеновке локациясы тұр, Респер стадионның қасынан салынады. Орнынан қазіргі таңда құрылыс жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Ақшасын, алғашқы ақшасын 1 миллиард бөліп қойды. Солай. Келесі. Батыс Қазақстан облысы дейміз, енді ұшақтардағы спорт кешені біз бұрын басында самұрықпен бастаймыз дедік, кейін самұрық жеке салатын болды да, біз бұны өзімізбен енді Батыс Қазақстанмен бірігіп салатын болдық. Олар 500 миллион теңгесін алып барды, қалған ақшасын өзіміздің бюджеттен қарастырамыз, сол Батыс Қазақстан деп айтып отырмыз, бірақ сол Абай облысы мен Батыс Қазақстан біріккен дене сауықтыру кешені болады. Бұл енді қамшылық жақтар, бестер жақтарда өте қажетті тұрғындарына, балаларына жақсы нысан болады. Бұйырса бұның құрылыс жұмыстары қазіргі таңда 90% аяқталды. Бұйырса осы Абай атамыздың туған күнінің қарсаңында рәміздер алаңынан бірге ашқан боламыз. Келесі. Жетісу Семей қаласына кіреберістің қақпасын салып жатыр, 500 миллион теңге жоспарланған. Қазіргі таңда құрылыс жұмыстарымыз жобалық сметалық құжаттар бітті. Құрылыс жұмыстары енді бастайтын болады. Бұл да қаламыздың көркін кіреберісін сәнін келтіреді деп ойлап отырмыз. Бұл аяғы жақтан кіретін жақтан салынады. Жаңашық. Мына енді Қызылорда облысы, білесіздер, былтыр мүлдер машиналы келісім келгенбіз. Оны да сол жаңа ықшамауданнан саламыз. Ақшасының қазіргі таңда бөлу сессиясы болады да отырғызып. Бұл да жаңа жақсы ғимарат болады. Анаға тағзым. Қостанай облысы, бұлардың да сол қаржыларына байланысты бізбен бірігіп салады. Облыспен біз руханият орталығы жартақшы елу жартысын оған бөліп, жартысын біз бөлеміз, әйтпесе келісіп амалып жатырмыз. Келесі. Маңғыстау облысын білесіздер, бұл үлкен ғимарат, бұндай ғимарат енді шыны керек, біздің облыста бір болған емес. Аумағы да 8.000 шаршы метрден астам көріп отырсыздар. Бұл елдердің кезінде 5 президенттер бас қосқан Ақтаудағы Каспий теңізінің жағалауындағы мемлекеттер бас қосқан кезде арнайы салынған ғимарат, соның копиясын. Бірақ сыртын фасадын бәрін жаңа заманауи біз өзгертіп, бұл енді үлкен ғимарат болады, үлкен шаралды жүзу болады, әртүрлі орталықтарды, мәдени орталықтарды орналастыруға мүмкіндік береді. Алдында жаңа бала абайы бар,
ескерткішінің үлкен аумақ бұйырса бұл да әкімшілік және іскерлік орталығында құрылыс жұмыстары қазіргі таңда басталды. Жер жұмыстары аяқталды деп айтсақ болады. Фундаменттің бәрі отырмыз. Келесі. Павлодар облысы ертең тоже барып қайтамын. Бұйырса бұнда құрылыс жұмыстарын ертең бастаймыз. Ақшасын отырғызды сессияларында. Бұнда бізде теннис орталығы жоқ. Бұйырса бұнда осы әкімшілік іскерлік орталығындағы жаңа көрікті анандай әдемі ғимарат болады. Бұндай ғимарат павлодарлықтардың өздерінде бар, соның өздерінде үшін бізге көшімізді салып бермекші. Келесі. Бұл енді өздеріңіз білесіздер, өткенде әкім орынбасары келіп, тапсыру жұмыстарын бастап, қазір құрылыс жұмыстары аяқталуға жақын, бұйырса келесі айда аяқталады. Және жаңа айтқандай, батыс Қазақстан мен солтүстік Қазақстан ғимараттарын бірге өздеріңізді бірге ашатын боламыз. Бұнда енді аралдағы бос тұрған котлованның қазылып кезінде уәде еткен ғимарат салынбай қалды. Бір жағынан осы да дұрыс болды. Ана жерде өткенде жас түлектерді марапаттаған кезде көрдік, әдемі шығып келе жатыр. Сондай үштаған болады. Бір жағында ядролық полигонға арналған кешен, бір жағында бейбітшілік кешені, бір жағында шынымен де үштаған, үш бұрыш әдемі халық демалатын бір локацияға айналып отыр. Жақсы демалыс орнына көріп береді. Түркістан облысы көрме орталығын салу жұмыстары қазіргі таңда басталып кетті. Қоршау жұмыстарын әкімшілік іскерлік орталығының құрылыс жұмыстары қазіргі таңда қарқынды жүріп жатыр. Бұл енді 3600 квадрат метр үлкен ғимарат. Бұл да біздің қаламызға көріп беретін жаңа ғимарат болды. Келесі. Шығыс Қазақстанды білесіздер, қазір жобалық сметалық құжаттарын жүргізіп жатыр. Бұл енді ертістің ар жақ жағалауындағы жұмыстар. Бұл да енді ертістің бір жақ бетін абаттандырып береміз деп отыр. Қазіргі таңда жобалық сметалық құжаттар жүріп жатыр. Бұл енді облыстар бойынша. Енді біз бұнымен тоқтап қалмай, жеке-жеке мына ұлттық компаниялармен де келіссөздер жүргізіп, соның арқасында келесі самұрық қазынаның басшысы келді. Бізде Затонда білесіздер, Мердігер шамауданында осы 2000-ға жуық шаршы метрде әдемі спорт кешенінің құрылысы қазіргі таңда қарқынды жүріп жатыр. Бұл да біздің өздеріңіз көріп отырсыздар, бәрін жаңа әкімшілік іскерлік орталығына үйіп қоймай, қаланың бос жерлеріне осындай ғимараттарды орналастырып отырмыз. Заряда, ұшақтарда, Затон деген сияқты. Бұл да бір көрікті ғимарат болып кетіп, бұйырса жылдан аяғына дейін бітіреміз уәде беріп отырып көреміз. Ақшасын өздері бөліп, өздері салып жүр. Келесі, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының басшысының Асхат Қасиетовке барып, қыста осы келіссөз жүргіздік. Біз әдетте біздің жауапкершілігіміз мұнай шығаратын облыстарға саламыз дейді. Бізде мұнай шығармасақ та біз енді Қаражыл полигонының зардабын тарттық. Бізде енді сендерсін тарттық. Давайте салыңдар деп президентке айтып, келісім президент беріп, рұқсат берді. Қазіргі таңда осында болашақ сарайы, жастар сарайы, болашақ сарайы тура осындай жаңа жөнде салған, соны бізге салып беретін болды. Қазіргі таңда ақшасын өздері отырғызып, құрылыс жұмыстарын жерін анықтап қойды. Бұл жаңа айтып отырған жекпе-жек сарайының тура жанында Бишкекте екеуі қатар тұратын болады. Жаңа ғимарат болады, жастар сарайы. Бұл да құрылыс жұмыстары келесі айда басталды. Ал Қазақстан халқына қоры Ләззат Алтынбековаға барып, бұған да бұндай ғимаратты былтыр Қызылордаға іссапармен барған кезде көрген, олар сосын салыпты. Соны келді Қазақстан халқының қорының басшысы айтты, бізге де салды, бұндай біз полигоннан зардап шектік, олар аралдан зардап шексе, бізге де осындай керек, бізде де инклюзивті балалар бар деп соған жарысып алдық, айыру көндіріп, келісіп, қазіргі таңда президенті шықты ма? Сараптамада бұйырса, бұл да келесі айда құрылыс жұмыстарын бастаймыз. Бұл Қарағайда біздің Абай аренаның ар жағында жолдың бойында болады. Әдемі осындай Қазақстан халқына қорының тартылуы болады.
бұл жерде қысқаша біздің өзіміздің де 300 миллион теңге ақшаны біз қосамыз, ол қалған Қазақстан халқына қоры салып береді. Келесі. Бұл енді Қазақстан темір жолы өзгелер талап берген келген кезде оған да айтып, көндіріп, келісіп, бұл енді біз аягөзге саламыз. Қанша кеткен аягөзде аягөз бақты, бұл темір жолшылар көп енді қалаға Лашықтың жаңа құрылыстың бәрін салсақ та жеткілікті болады. Аягөз енді біздің Семейден кейінгі үлкен қаламыз. Спорт комплекс жоқ оларда. Сол қазіргі таңда бұның да жобалық сметалық құжаттарын пысықтау, қаржысын шешу жұмыстары жүріп жатыр. Олар аягөз салып береді. Келесі. Бұл енді Қазақстан халқына қор арқылы, қазақмыс арқылы, Қазақстан халқына қор арқылы немесе қазақмыстың ақшасы сондай жұмыстар жүріп жатыр. Ожар ауылында да бірде бір спорт кешені жоқ. Біз енді халқымыз саны жөнінен Ожар осы аягөзден кейінгі ең халқының саны аудан орталығы. Сол себепті осы Ожарға осыны қазіргі таңда салу жұмыстары пысықталып, қаржы шешіліп, пайыздысы жоспарланып отыр. Бұйырса аягөзге шығамыз. Енді қазір білесіздер, қазіргі таңда құрылыс жұмыстары басталды. Бұл енді үлкен жоба, 18 мың көрерменге арналған үлкен футбол, үлкен президентке айттым, Новошықпен келістік, құрылыс жұмыстары басталды. Ұзақ мерзімді жоба болды, жасыл жоба жоқ, бірден бітіре алмаймыз. Қазіргі таңда кішкене производственный өзгерістер енгізіліп, құрылыс жұмыстары басталды. Бұл да әкімшілік іскерлік орталығында салынып жатыр. Келесі қоғамдық қор арқылы спонсорлардың есебінен осындай әдемі мешіт сол әкімшілік іскерлік орталығының кіреберісінде жоспарлап жатырмыз. Бұнда жаңа Қазақстанда тезисі бекітіліп, құрылыс жұмыстарын осы қарқынды қоршап қойды. Келесі айда бастайды. Жақсы болуы керек. Осындай жұмыстар сол депутаттарды атқарып жатқан жұмыстар бойынша ескеріліп жатыр, есеп беріп өздеріңізді таныстырып қойын деп рахмет. Рахмет Төлеуғалиұлы, өз орныңызға жайлы. Жақсы есеп бердіңіз. Құрметті әріптестер, облыс әкімінің атқарған жұмыстары есебін тыңдадық. Жоба жұмыс істегенін көріп жүргенін байқалған шығарсыздар. Өңірлік өнімнің өсуі, құрылыс, ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп және әлеуметтік салаларда оң өзгерістер байқалады. Әсіресе инвестиция тарту тұрғысында жұмыстар атап өткен жөн, инвестициялық жобалардың өсуі жаңа үрдістерді іске қосып жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді. Және салынып жатқан көп ғимарат сол инвестициялардың арқасында көп азаматтар бізге облыста жұмыс істеп жүр. Оның бәрі біздің облыс әкімінің абыройының арқасында, оны өзіміз айтып жүру керек, жүргенде берінді. Су кәріз жүйелерінің жылу және электр инфрақұрылымының тозуы, Семей қаласында да жылу тапшылық сияқты күрделі проблемаларды шешу бойынша нақты жоспарлар ұсынылды. Бізде қорғалып қалған осынау жылу жүйесі бар, оған да бірталай жобалар бар. Төлеуғалиұлының бастамасымен абайға субъект акциясын тыңдадыңыздар және басқа облыстардың бізге ғимараттарын көрдіңіздер. Көбі басталыпта кетті бірталай. Енді арна экономикалық аймақтық құрылысында облыс үшін қуаныштылығы бар. Бұл да біз үшін өте бір жақсы бастама. Құрметті Төлеуғалиұлы, облыс басқа пилоттары атап жатқан сізге оң бағасын беріп, мақталанған бастамаларыңызды қолдауға. Бірінші мәселе бойынша ұсыныстар мен сұрақтар бар ма? Рұқсат бар. Айта бересіз. Құрметті Төлеуғалиұлы, құрметті әріптестер, және баяндамаңыз өте маңызды болды. Жүрегім білдірді, мынандай біздің облыста істеп жатқан көп жұмыс азамат ретінде өте ризамын. Менің сұрағым мынандай, мына ауыл және ауыл шаруашылық жайлы айтып кеттіңіз, сол ауыл шаруашылықтың дамуына кішкене кедергі істеп тұрған бүгінгі таңда уақытында алынбайтын субсидия. Сол мәселе. Осы айдың басында 5 күні
мемлекеттің премьер-министрі Бекенов мырза Петропавл қалада болған. Біздің де шаруашылықтардың субсидиясы болып қалса, біздің ауыл шаруашылығы өте жақсы дамыр еді деп ойлаймын. Сондай сұрақ мүмкіншілік болса. Рахмет. Жақсы, рахмет. Ескереміз, орынбасар ауыл шаруашылығының жауапты Думан Оспекұлы жауап берсін. Қазақстанда субсидия бөлу мәселесі жалпы алынған орталықтан көшірді оқыған қолдау бойынша. Құрметті премьер-министр, құрметті депутаттар, біз енді алдыңғы биыл осы март айында ағымдағы жылғы субсидия бойынша қарыздарды жаптық. Ол жерде ең бірінші кезекте біз ставка мәселесіндегі өсім вознаграждение ставка бойынша толық жабылды. Бізде осы минералдық коммерциялар бойынша қарыздар бар. Оны осы жылдың аяғына дейін келесі жылдың басында толығымен жабылады деген бізде жоспар бар. Рахмет. Басқа пікірлер бар ма? Құрметті әріптестер, құрметті ерлі-зайыптылар, және өзінің баяндамаңызда мынау істелген жұмыстар туралы айттыңыз. Үлкен шаруа істелді, қабылданған жоспарлар бар екен. Оның бәрін шешімін көретіндей, бәрі уақытын болсын, бәріміз соны бірге көрейік. Соны аяғына жеткіз жүзе бірге деп ойлаймыз. Және де мына жаңа біздің әріптесім қойған сұрақ туралы мен депутаттық сауал жасадым. Оспан мырзаға мен ойлаймын, ол туралы да біз жаңа көтерген мәселе ауыл шаруашылығын дамытуға үлкен үлес қосады деп. Рахмет. Рахмет. Басқа болмаса бірінші мәселе бойынша ұсынылған шешім жобасы қолдарыңызда бар. Болса салымын кім қолдайды? Қарсы, қалыс қалған жоқ, шешім қабылданды. Екінші мәселе бойынша тексеру комиссиясының ұсыныстарын таныстыру үшін сөз Нариман Бақытұлына беріледі. Шалқаз Анатольевич, бір ұсыныс бар еді. Айта берсін. Мына сұрақ комиссияда қаралған, түгел талқыланған. Сонымен келесі сұраққа көшіп дауыс берсек те. Ендеше толтырыңыз. Облыстық мәслихаттың экономика, қаржы және құрылыс саласын дамыту жөніндегі тұрақты комиссиясының қорытындысымен таныстыру үшін сөз комиссия төрағасы Рафаэл Сайтмағұловичке беріледі. Бұл мәселеге бізде. Шалқаз Анатольевич, қолыңызда ақпарат бар? Енді мынасы айтылу комиссия бұйырғаныз. Постоянная комиссия Маслихата области Абаева в сфере развития экономики и финансов, ЖКХ и строительства был рассмотрен отчет местного исполнительного органа об исполнении областного бюджета за 2025 год, представленный местным исполнительным органом области и ревизионной комиссии по области Абаева. Отчет был предоставлен в соответствии с требованиями норм бюджетного кодекса Республики Казахстан и рассмотрен постоянной комиссией 13 мая 2026 года. Отчет состоит из вводной части 6 разделов, ввода и рекомендаций. В ревизионной комиссии по области Абай был проведен всесторонний анализ исполнения местного бюджета. Дана оценка эффективного использования бюджетных средств, оценка реализации плана развития области на 2021-2025 годы. В ревизионной комиссии области по результатам оценки исполнения бюджета за 2025 год были даны рекомендации в цели эффективного использования бюджетных средств, которые были рассмотрены в постоянной комиссии. По итогам рассмотрения отчета об исполнении бюджета за 2025 год постоянная комиссия Маслихата области Абай в сфере развития экономики и финансов, ЖКХ и строительства считает отчет обоснованным и рекомендует следующее. Первое. Принять и утвердить отчет об исполнении бюджета за 2025 год. Второе. Рекомендовать местному исполнительному органу области принять к исполнению рекомендаций данной ревизионной комиссии по области Абай. Спасибо за внимание. Рахмет. Екінші мәселе бойынша ұсынылған шешім жобасы қолдарыңызда бар. Дауысқа саламын кім қолдайды? Қарсы, қалыс қалған жоқ. Шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша сөз Данияр Қасенұлына беріледі. Қарап қойдыңыз. Қарап
комиссияда осы сұрақтар талқыланды, неге кетіп сондықтан мен ойлаймын, мына жерде жақсы Дауыс беріңіз. қойған сұрақтар болды, яғни дайындалып жауап берсек. Onun şeşit jobası kollarımızda var, onu dağıtsak saldırmışlar böyle. Ben dağıtsak kım kollaydı. Karşı dağıtsak şeşit davrandı. Kuzlarındaki örtüş mesele boyunca söz Allah kendi onunla verildi. Karanlık var da. Mesele de kararlı canım. Onda namuskası var. Kım kollaydı. Karşı davran şeşit davrandı. Karşı verildi. Kun tartibindeki 5. mesele boyunca Marat Kaparoğlu'na verildi söz. Marat Kaparoğlu kanalı gümrük sarı oluyor. Marat Kaparoğlu olacak. Çok. Құрметті Берік Уәлиұлы, құрметті Шалқар Заманбекұлы, құрметті депутаттар, Абай облысының 2026-28 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шара жоспарын бекіту туралы шешім жобасына баяндама. Іс-шаралар жоспарына жобасы Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 29 бабының 5 тармағына сәйкес әзірленді. Құжат жобасына Қазақстан Республикасы экология және табиғи ресурстар министрлігі мен су ресурстары және ирригация министрлігі мен сондай-ақ ауыл шаруашылығы министрлігімен ресми келісу рәсімінен өтті. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес облыстық жергілікті атқарушы органның аталған жобаны 3 жылдық кезеңге әзірленді. 3 жылдық жоспарды іске асыру көзделген қаржыландырудың жалпы көлемі 29 миллиард теңгені құрайды. Іс-шараның жоспарлануды бюджет қаражаты басым бағыттары бойынша бөлінген және қорғаған ортаны қорғау саласындағы мынандай стратегиялар бағыттарға бойынша міндеттерді іске асыруға бағдарланған. Атмосфералық ауаны қорғау, су объектілерінің жолдаудағы және су экожүйелерін қорғау, жерді қорғау, жануарлар мен өсімдік дүниесін қорғау, қалдықтармен жұмыс істеу, және де ғылыми зерттеу іздестіру және өзге де өзгерістермен жоспардың барлық шараларын іске асыру агропатерлік жүктелген жүйелі түрде төмендегідей мүмкіндік беретін және Абай облысының экологиялық тұрақтылығының негізіне қалайды. Құрметті депутаттар, осы жобаны қолдауларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рахмет. Сондықтан сұрақтарыңыз бар ма? Шешім жобасы қолдарыңызда бар, кім қолдайды? Қарсы қалып қалған жоқ, шешім қабылданды. Мұрат Қапаров келесі екінші сұрағыңыздан айтайын. 6 мәселе бойынша. Сіздердің қарауларыңызға Абай облысы мәслихатының 2024 жылы 10 желтоқсанда нөмір 2358 24 жылмен 24-29 жылдарға арналған Абай облысы бойынша таза Қазақстан экологиялық мәдениетті дамыту тұжырымдасын іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспарын бекіту туралы шешіміне өзгерістер енгізу жөніндегі шешім жобасы ұсынылады. Аталған өзгерістер Қазақстан Республикасы Президент әкімшілігінің басшысының 2026 сәуірдегі тапсырмасы орындау мақсатында әзірленді. Тапсырмаға сәйкес тұжырымның нысанның индикаторларын сапалы декомпозициялау және нөлдік көрсеткіштердің жою міндеті қойылды. Осы тапсырманы орындау үшін Абай облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы жоспарға тиісті түзету енгізді.
әзірленген жоспар жобасы экология және табиғат ресурстары министрлігі жолданып келісілді. Құрметті депутаттар, осы байланысты ұсынылып отырған шешім жобасы қолдауларыңызды сұраймын. Баяндама аяқталды. Рахмет. Ұсыныстарды сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса, отыруға болады. Шешім жобасы қолдарыңызда бар. Дауысқа саламын, кім болмайды? Қарсы, қалыс саламын. Шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі жетінші мәселе бойынша сөз Серік Мәсіпқазы ұлына беріледі. Тұрғын үй реновация. Тыңдадыңыздар ма? Доклад қолыңызда бар, жіберілген сұраққа көшірсек. Онда сұраққа енді осылар ма? Сұраққа көшірсек. Онда сұрақтарыңыз болса қойыларында болады. Ұсыныс айтсам. Айдары. Армысыздар, құрметті Берікбайұлы, құрметті әріптестер. Басқарма басшылары баяндама өздерінің атқарған жұмыстары туралы есептеп баяндама жасаған кезде жалпы баяндамаға дайындалып депутаттар облыс әкімінің алдына келгенде дұрыс дайындалып келудің келсін деген ұсыныс айтқым келеді. Өйткені қаншама сөздерді, қаншама мағынасын өзгертіп баяндамаға толық дайындалмай келген кейбір баяндамашылардан байқаймыз. Сондай ұсыныс. Бүгін болған жоқ қой өзі. Болды, тыңдап отырсаңыз, қарасаңыз, болды. Осы орындағы баяндамадағы әрбір сөздің мұқият қарасаңыз, көп сөздердің мағынасы өзгеріп кетті. Жақсы, рахмет. Мен түсіндім. Баяндама жақсы болды. Асыл тұрғасы есімде қанша? Онда жетінші мәселе бойынша ұсынылған шешім жобасы қолданыңызда бар. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалған шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі 8-ші мәселе бойынша сөз Ануар Алғақұлына беріледі.